Bir сағат жұмыс жасаймыз. Мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Исаханова Әсел Алимахановна. Мен психологпын, педагогика және психология ғылымдарының PhD докторы, Астана IT университетінің қауымдастырылған профессоры. Бүгін сіздермен бірге жұмыс жасаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, егер де бір нәрсе түсініксіз болып жатқан жағдайда, ұялмай менің сөзімді бұзып, маған сұрақ қойсаңыздар болады. Мен оған мүлдем қарсы емеспін, қайта қолдаймын сіздің сұрақтарыңызды. Себебі адам сұрақ қойған кезде сол бойда көбірек білім алады. Енді біз сіздермен бастайық. Негізі мен өзім сабақ жүргізген кезде көп сұрақтарды өзім тыңдаушыларыма да қойып отырамын. Егер де сіздер белсенді қатысқыларыңыз келсе, көбірек түсінгіңіз келсе, онда сұрақтарға да жауап берсеңіздер болады. Ал бастайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ол педагогикалық психология негіздері. Және де бұл сабақты немесе бұл лекцияны мен Рубинштейннің сөздерімен бастағым келеді. Бала үшін даму мен қалыптасудан тұлғасын қалыптастыру, білім алу және оқу процестерінен артық табиғи нәрсе жоқ. Сонда бала үшін табиғи нәрсе ол даму, қалыптасу, білім алу, оның барлығы табиғатпен берілген жайт, және де оны біз табиғи қалып, табиғи процесс деп есептесек болады. Сондықтан да балалармен қарым-қатынас жасаған кезде, балалармен бірге білім алған кезде оның барлығына біз міндетті түрде көңіл аударуымыз керек. Соның негізінде педагогикалық психология осы білім беруді қалай атқару керек, бала не үшін білім алғысы келеді, қалай білімді беру керек, неліктен білімді беру керек, жалпы процесс қалай іс жүзіне асатынына мән беретін ол педагогикалық психология. Менің сіздерге бірінші қояйын деп тұрған сұрағым, ол жалпы сіздердің түсініктеріңіз бойынша педагогикалық психология дегеніміз не? Педагогикалық психологияны қалай сіздер қолданасыздар күнделікті өмірлеріңізде? Және неліктен ол сіздер үшін маңызды, қалай ойлайсыздар? Тетрадку пока открывай. Жауап жоқ болса, онда мүмкін сіздер әлі ұялып отырған шығарсыздар. Онда біз жалпы педагогикалық психология не деген сұраққа жауап берейік, иә? Педагогикалық психология бұл оқыту және тәрбиенің механизмдері мен заңдылықтарынан білім беру үрдісі барысында тұлғаның даму ерекшеліктерін зерттейтін ғылымдардың дербес пәнаралық саласы. Негізінен педагогикалық психология ол жалпы психология негізінде қалыптасқан үлкен бір сала. Егер де тарихқа келетін болсақ, тарихқа үңілетін болсақ, психология тарихынан, құрметті әріптестер, жақында біздің үлкен кәсіби мерекеміз келе жатыр. Ол психологтар күні 25 желтоқсанда бізде психологтар күні тойланып өтеді. Бұның ерекше бір тарихи мәні бар. Ол жайдан жай 25 желтоқсан болып аталған жоқ. Себебі 25 желтоқсанда Вунд лабораториясында Германияда бірінші эксперимент 25 желтоқсанда жасалған екен. Сондықтан да психологияның төл мерекесі, біздің кәсіби мерекемізді біз 25 желтоқсанда атап өтеміз. Ал осы Вунд лабораториясының іс жүзіне қосылғаннан бастап психологияның тарихына келетін болсақ, жалпы психология, жалпы негізгі психологияның негізінде қалыптасқан ол бізде екі үлкен бағыт бар. Оның біреуі педагогикалық психология, екінші бағыты ол әлеуметтік психология. Бірақ оған қарамастан әлеуметтік психология және де педагогикалық психология олар өте тығыз байланысты, және олардың негіздері бір-бірін қоса
бір-бірін толықтырып өтеді. Сондықтан да біз әлеуметтік психология мен педагогикалық психологияны мүлдем бір-біріне жайт нәрсе деп қарастыра алмаймыз. Сондықтан да егер де біз педагогикалық психология ол пән аралық дербес сала деп алатын болсақ, педагогикалық психологиялық ең алғашқысында әлеуметтік психологиямен байланысты. Әлеуметтік психологиямен неліктен байланысты? Себебі баланың білім алуы, жалпы педагогикалық процесс ол тек қана мектепте, балабақшада немесе университетте іс жүзіне аспайды. Сонымен қатар ол отбасынан басталады. Педагогикалық процесс міндетті түрде отбасынан басталады. Және де отбасы ол баланың дүниеге келгеннен бастап ең алғашқы әлеуметтік ортасы. Сонда баланың әлеуметтік ортасы, ең маңызды әлеуметтік ортасы ол оның отбасы болып есептеледі. Отбасынан баланың білімі негізделеді. Баланың өмірге деген көзқарасы, баланың позициясы, баланың жалпы бұл өмірді, бұл әлемді қабылдауы осы негізінен басталады. Жалпы педагогикалық психологияның әлеуметтік психологиямен байланысы бихевиоризмнің өте қызықты зерттеулерінде анықталады. Бихевиоризм ол бізде америкалық психологиялық бағыт, өте маңызды бағыт. Егер де біз бихевиоризмді алатын болсақ, бихевиоризмнің негізі теориясы егер де бізде стимул болса, онда біз міндетті түрде реакция қайтарамыз деген ереже бар. Және де бихевиоризмде өте қызықты әлеуметтік эксперименттер жүргізілген. Біз осы эксперименттерді педагогикалық психологиямен тығыз байланыстыра аламыз. Бірінші эксперимент ол бір жұмыртқалы егіздерді, сіздер білесіздер, бір жұмыртқалы егіздер, олардың ДНК-сы бірдей, өте ұқсас болып келеді. Осы егіздерді екі түрлі отбасыға қалыптастырған, екі отбасыға берген. Бір отбасы ол әлеуметтік жағдайы өте жақсы, екінші отбасы ол әлеуметтік жағдайы төмендеу болып есептеледі. Және де осы егіздерді 30 жыл бойы бақылап өткен, оларды салыстырып өткен. Сонда 30 жылдан кейін осы егіздерді бір-бірімен кездестірген кезде олардың генетикалық өлшемдері бірдей болса, әлеуметтік өлшемдері екі түрлі. Олар сондай негізге жеткендері, олардың сырт келбеті де ерекше болып келеді. Сонда бұл жерде педагогикалық психологияның негіздемесінде баланың ортасы неғұрлым қолайлы, баланың ортасы неғұрлым ашық, неғұрлым маңызды болған жағдайда баланың даму ерекшеліктері, баланың өзгеру ерекшеліктері де өте маңызды роль атқарады, және де өте маңызды болып есептеледі педагогикалық процестердің өзінде. Екінші бір ерекше зерттеу ол қайтадан балаларды алған, балалар туылған кезде олардың нышандары болады. Сонда музыкаға бар нышанды балаларды музыкаға қатысы жоқ отбасыға орналастырған, ал музыкаға деген нышандары жоқ балаларды керісінше музыкалық отбасыларға берген. Және де осы балаларды 25 жыл бойы зерттеп келген кезде музыкаға нышаны бар балаларды 25 жылдан кейін қарап зерттесе, олардың деңгейі сол қалыпты қалған, нышандары өте аз дамыған, немесе мүлдем дамымай қалған, жоғалып кеткен. Ал музыкаға нышандары жоқ, ешқандай қабілеті жоқ балалардың қабілеттері керісінше өскен, ол балалар дамыған, музыкаға қабілеттіліктері өскен. Сонда бұл жерде осы жай ғана экспериментке негізделетін болсақ, үңілетін болсақ, бұл жерде баланың ортасы оның даму ерекшеліктеріне өте тығыз байланысты. Тағы бір экспериментті атап өтейін. Бұл жерде егізді анасы біреуін өзінің жанына жатқызады, біреуін дуалдың жанына жатқызады. Үнемі осы балаларды ауыстырмай, осылай бір жасқа дейін жатқызылып келеді. Сонда қалай ойлайсыздар? Қай бала өмірге өте белсенді, өзінің позициясын ашық айтатын болып өсті? Қалай ойлайсыздар? Анасының жанында жатқан бала ма, немесе дуалдың жанында жатқан бала ма? Анасының жанында жатқан бала шығар.
әрине өте дұрыс. Иә, анасының жанында жатқан бала өмірге деген позициясын өте айқын түсіндіреді, өте өмірге сенімді болып келеді, әлемге сенімді болып келеді. Себебі ол кішкентайынан, бала туылғаннан бастап бұл жерде мен мысалы жыласам, менің бір нәрсе мазаласа, менің анам қолдайды, маған анам міндетті түрде көмек көрсетеді, мені анам көтереді, маған бүкіл менің жағдайымды жасап береді деген сенімге ие болады. Ал керісінше анасынан алыстау жатқан, дуалдың жанында жатқан бала бұл жерде ондай сенімділікке ие болмайды. Сондықтан да ол тұйық, жабық болып өседі. Осы эксперименттің негізінде балаға біз неғұрлым сыпайылық, неғұрлым жақсы әрекеттерді көрсететін болсақ, сол ғұрлым бала дамиды, ашылады, және де өмірге деген сенімділігі артады. Ол тек қана сол 1 жасқа дейінгі ол жай ғана эксперимент. Бала өскен сайын, бала мектепке барады, балабақшаға барады, университетке барады. Сонда мұғалімдердің, ата-аналардың жалпы балаға деген көрсеткен жағдайлары, қызметтері, оның барлығы баланы қалыптастырады. Сонда педагогикалық психология ол жай ғана білім беру процесі емес, сонымен қатар ортаны қалыптастыру процесі. Келесі анықтамаға келетін болсақ, адамның әлеуметтік мәдени тәжірибені меңгеру заңдылықтары, фактілері, механизмдер және осы үрдістердің негізінен туындаған білім беру үрдісінің әртүрлі шараларынан ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет субъектісі ретінде адамның интеллектуалдық және тұлғалық деңгейінде дамудағы пайда болатын үрдістер педагогикалық психологияның пәні болып табылады. Сонда бұл жерде ең негізгі айтайын деп тұрған нәрсе, біз баланың ортасын қалыптастырған кезде оның міндетті түрде танымдық процестерін, танымдық іс-әрекеттерін біз ұмытпауымыз керек, және де сол танымдық іс-әрекеттеріне мән және көңіл бөлуіміз керек. Танымдық процестерге келетін болсақ, мына схема сіздер егер де психологияны ашатын болсаңыздар, қарастыратын болсаңыздар, бұның барлығы естеріңізге түседі. Бұны біз қайтадан есімізге қайтадан біз қалай айтсам болады, есімізге түсірсек болады, және де бұны біз қайтадан қарастырсақ болады. Бұл сіздерге бір мәлімет береді. Балаларға жалпы информация қалай жеткізеді, тек қана балаларға емес, жалпы адам баласы информацияны қалай қабылдайды, және де біздің процестеріміз қалай жұмыс жасайды. Жалпы информацияны егер сіздер байқайтын болсаңыздар, мына жерде оң жақта бізде пси деген әріп тұр. Пси деген ол психологияның негізгі белгісі. Бұны біз мәлімет деп қабылдайық. Сонда мәліметті мына астында сары суретті көретін болсаңыздар, мысалы осындай біз мәліметті балаға немесе басқа ересек адамға жіберейін деп отырамыз. Осындай бір сары бір мәлімет. Бұл мәлімет біз оны айтқан кезде немесе көрсеткен кезде, мысалы мен қазір сіздерге сурет көрсеткен кезде, осы мәлімет сіздерге қабылдау және түйсік арқылы барады. Бірінші сіздер мәліметті түйсінесіздер, одан кейін сіздер қабылдайсыздар. Ал қабылдау мен түйсікке бізге қандай нәрсе әсер етеді? Бірінші ол эмоциялар. Міндетті түрде эмоциялар қабылдау мен түйсікке әсер етеді. Себебі эмоциялар осы адам неғұрлым мәліметті дұрыс қабылдайды, бұрыс қабылдайды, жақсы қабылдайды, немесе жаман қабылдайды, оның барлығы эмоцияларға байланысты. Бізде 3 түрлі эмоциялар бар. Ол бірінші ол бізде позитивті эмоциялар, екінші негативті эмоциялар, және үшінші нейтралды эмоциялар. Позитивті эмоция жалпы біз негізгі эмоцияларға келетін болсақ, қазіргі ғалымдар бізде 300-ден астам эмоцияларды бөліп шығарып жатыр. Бірақ ол 300-ның барлығын біз атап көрсете алмаймыз бірден, ол өте үлкен уақыт алады. Сонда ғалымдардың айтуы бойынша бізде 6 негізгі базалық эмоциялар бар. Осы базалық эмоцияларды бірінші ол бізде көрсеткен аты есіме түспей тұр.
жарайды, есіме Дарвин, вот Дарвин есіме түсті. Жалпы бір ең алғашқы базалық эмоцияларды көрсеткен бізде Дарвин. Қазіргі кезде эмоционалды интеллектті зерттеушілер бұлар эмоциялардың қайтадан базалық 6 түрін шығарып жатыр, және ол Дарвиннің базалық эмоцияларды бөліп шығарғанына тең болып келеді. Базалық эмоциялар, оларда бізде позитивті эмоциялар бар, негативті эмоциялар бар және нейтралды. Позитивті эмоция ол бізде базалық эмоциялардың ішінде ол біреу ғана, ол қуаныш. Нейтралды ол бізде таңғалу. Неге таңғалу бізде нейтралды? Себебі біз негативті түрде таңғаламыз, не деген сұмдық деп. Немесе керісінше біз позитивті түрде таңғаламыз, вау, керемет деп. Және бізде 4 негативті эмоция бар. Ол бізде жиіркену, қайғы, қорқу және бас тарту. Осы 4 негативті эмоциялар бізде негізге алынған. Эмоциялар қабылдау мен түйсікке өте қатты әсер етеді. Ең қатты әсер ететін ол міндетті түрде қорқу. Біз қорққан кезде бірден мәліметті есімізге түсіре аламыз, оны есімізде сақтай аламыз және де оны дұрыс қабылдай аламыз. Бірақ біз оқу және оқыту процесінде біз қорқуды мүлдем қолдана алмаймыз. Неліктен? Себебі егер де бізде негативті эмоциялар пайда болса, онда келешекте осыған ұқсас ситуациялар, осыған ұқсас қарым-қатынастар, осыған ұқсас белгілі бір әрекеттер пайда болса, біз одан кетіп қаламыз, немесе мүлдем ондай ситуацияларға жақындағымыз келмейді, олардан бас тартамыз, олардан қашамыз. Сондай процестерді іске асыруға барлық жағдайды жасауға тырысамыз. Сондықтан да біз негативті эмоцияларды қарастыруымызға болмайды, және де оларды қолдануымызға болмайды, әсіресе қорқуды. Позитивті эмоцияларды алуымыз керек. Позитивті эмоциялар ол қуану. Сонда қуану ол міндетті түрде біз қуанған кезде, балалармен жақсы сөйлескен кезде, балаларда өте позитивті күй жағдай қалыптастыратын болсақ, біз берген информацияны олар өте жақсы қабылдайды және де өте жақсы меңгереді. Сонымен қатар позитивті эмоциялар баланың зейінін өте жақсы бағыттайды, ұштандырады. Сондықтан да біз эмоцияларды міндетті түрде зейінмен де байланыстыруымыз қажет. Жалпы психологияда дәлелденген, адам баласы 360 градусқа болып жатқан жағдайлардың барлығын түйсіне алады, бірақ оны қабылдамайды. Неліктен? Себебі ол барлық информацияға ол зейін салып тұрған жоқ. Ал зейін салып тұрған осы жай ғана өте жақын, өте тығыз информацияға біз көңіл бөлген кезде, зейін бөлген кезде ғана қабылдаймыз. Сондықтан да баланың зейінін аудару үшін, баланың зейінін тарту үшін ол міндетті түрде оны позитивті эмоциямен қолдап отыру керек. Қабылдау мен түйсіктен кейін, позитивті эмоциялар мен зейінін біз аударғаннан кейін, біз беріп жатқан мәлімет ол еске барады. Еске барған кезде, осы мысалы қабылдау мен түйсіктен өткен кезде, еске бара жатқан кезде, мысалы мына екінші сары суретті көріп тұрсыздар, ол өте сондай тік төртбұрышты болып келеді. Мына жерде дөңгелек болса, жерде тік төртбұрышты, себебі біз информацияны, мәліметті дұрыс және толығымен мәлімет беруші сияқты қабылдай алмаймыз. Неліктен? Себебі әр адамды психологияда мысалы қисық айна деп айтады. Неліктен? Себебі осы қисық айна ол мәліметті қалай алатын? Ол жалпы дүниені біз қалай көреміз? Осы өзіміздің қисықтығымыз арқылы көреміз. Ал бұл қисықтардың барлығы неге байланысты? Ол біздің басымыздан өткен жағдайларымызға, ол бізде қалыптасқан жағдайға байланысты болып келеді. Сонда осы жағдайлардың барлығы біздің іс-әрекеттеріміз, біздің білімдеріміз, біздің белгілі оның алдында алған ақпараттарымызға байланысты болып келеді. Сонда мәлімет еске келіп түскен кезде, бұл жерде есте біз берген мәліметпен адамда бар мәлімет
бір-бірімен ұштасу арқылы, бір-бірімен салыстыру арқылы, бір-бірімен бөлісу арқылы есте қалады және де есте қалыптасады. Есте осы салыстыру, қалыптасу, қайта жаңғырту процестерінің барлығын іс жүзеге асқаннан кейін берілген мәлімет осы бірінші жіберген мәліметке кішкене ұқсас болып келеді. Себебі бір нәрсе біз білеміз, бір нәрсені біз естідік, бір нәрселерді біз қолдандық, бір нәрселерге өзіміз ойлап жеттік деген бір мәліметтер біздің есімізде қалыптасады міндетті түрде. Оны салыстыру, білу, негізделу арқылы біз осы ес арқылы бұл мәліметтерді қабылдаймыз. Одан кейін ол мәлімет ойлауға келеді. Ойлау қалай іс жүзіне асады? Өте жақсы ойлану процесі ол қиялмен байланысты. Сонда балалар қиялдаған кезде, балалар осы қиялын іске қосқан кезде ең маңызды процесс болып келеді. Себебі балалар қиялдау арқылы, оны елестету арқылы, елестетудің өздері визуализация деп айтатын болсақ, визуализацияның өзі тек қана визуалды түрде емес, сонымен қатар кинестетикалық түрде, аудиалды түрде іс жүзіне асыру керек. Сонда бала тек қана мәліметті визуалды түрде емес, аудиалды, кинестетикалық түрде де қабылдау керек. Неліктен? Себебі нейролингвистикалық бағдарламалау әдісінің негізінде осы нейролингвистикалық бағдарламалау әдісі адамдарды 3 топқа бөледі. Ол аудиалдар, визуалдар және кинестеттер. Мүлдем адамдар таза аудиал немесе таза визуал немесе таза кинестет бола алмайды. Осы 3 түрлі қабылдау негіздемесі бізде аралас болып келеді. Бірақ осы 3 түрлі қабылдаудың біреуі басым болып келеді. Сонда біз мәліметті берген кезде адам жақсы мәліметті түсіну үшін біз оған визуалды образ, аудиалды мәлімет, ол адам есту керек және сонымен қатар кинестетикалық мәлімет беруіміз керек. Сонда 3 түрлі әдіспен барған мәлімет қиял арқылы бала оны елестетеді. Мен оны қалай қолдансам болады, мен оны қалай іс жүзіне алсам болады, мен оны қалай біреуге берсем болады деген ойлау арқылы, қиял арқылы ол ойлауда жақсы қалыптасады, ол мәлімет жақсы отырады осы ойлау процесінде. Ал ең негізгісі ойлау процесінде ол сөйлеу. Қалай ойлайсыздар? Неліктен ойлау процесінің негіздемесінде сөйлеу жатыр? Неліктен балаға сұрақ қою, баладан сұрақ сұрау, баланың мысалы жауаптарын біз неліктен талап етеміз? Неге бала сөйлеу керек? Қалай ойлайсыздар? Баламен сөйлесу үшін. Жалғастыра беріңіз. Сұрақты қайталап жібересіз бе? Бізде ойлау процесінде өте маңызды рөлді сөйлеу атқарады. Сонда бала мәліметті дұрыс қабылдау үшін біз балаға сұрақ қоямыз, біз баладан сұрақтарды талап етеміз, бала қайтадан осы біз айтқан мәліметті қайталауды талап етеміз. Неліктен сөйлеу ол ойлаудың осы мәліметті қабылдауда ең маңызды бөлшегі болып есептеледі. Қалай ойлайсыз? Сөйлеу арқылы ойланатын процестер жүретін шығар. Сөйлеген кезде белгілі бір нәрселерге, шешімдерге ойлау тікелей әсер еткеннен кейін сөйлегенде маңызды болады. Жақсы, рахмет. Иә, тағы. Бана біреу бастап жатқан еді, мен сөзін бөліп жібердім. Кешірім өтінемін. Сәлеметсіз бе? Меніңше ол ойлау қабілеті, мысалы, есте сақтау, мысалы, айтылған мәліметті есте сақтауын жаңағы оны қалай қабылдады, есте мысалы бүкіл тақырыпта мысалы бір 2-3 сөз түсіп қалуы мүмкін, бірақ есінде қалады. Повторение секілді. Ол шығу керек. Әрі тілі жетіледі. Жақсы, рахмет. Негізінен неліктен баланы сөйлету керек, тек қана баланы емес, жалпы адамдарды сөйлету керек, себебі бұл жерде біз коучингке сүйенетін болсақ, коучингтің зерттеулеріне, коучингті білетін болсаңыздар, ол өте қазір айқын әдіс,
білім беру әдісі. Коучинг ол менторствоға тең. Менторство ол тек қана бағдарламалау болып есептеледі. Сонда біз баланы үйретпейміз, біз тек қана оны бағдар беріп отырамыз балаға. Сонда коучингтің негізгі әдістемелеріне сүйенетін болсақ, онда адам берілген мәліметті сөйлеу арқылы ол ойлана бастайды. Ол бір сіздер айтқандарыңыз дұрыс. Екіншіден, сұрақ қойған кезде, мысалы, коучингтің негізгі бір негіздемесі ол адам егер де сұрақ қоятын болса, адамның басында ол сұрақ туындайтын болса, адам бейсаналық түрде осы сұраққа жауапты біліп отырады. Бірақ оны дауыстап айтқан кезде ғана ол жауап бейсанасынан санасына қарай өтеді. Сонда балада білімді қалыптастыру үшін баланы міндетті түрде сөйлету керек. Себебі бала осы сұрақ қойған кезде, немесе қайталаған кезде, ода бейсаналық түрде қалыптасқан мәлімет санасына өтеді, және толығымен білімі толық жетіледі. Сонда бізге сөйлеу процесі ол адамға тән ойлану процесіне тең болып келеді. Сонда сөйлеу арқылы біз өзіміздің ойымызды жетік қабылдаймыз. Сонымен қатар біз берілген мәліметті түсіне аламыз. Тек қана өзіміздің дауысымызды естіген кезде ғана, өзіміздің сол қалай сөйлемді құрастырғанымызға, қалай ойымызды жеткізгенімізге қарай ғана біз сол мәліметті дұрыс түсіне аламыз. Сонда жаңа мәліметті балаға берген кезде, баламен сөйлескен кезде, оны міндетті түрде оған сұрақ қойдыру керек, оны сөйлету керек. Сондықтан себебі ол мәлімет жақсы басында қалу үшін, қалыптасу үшін, сонда баланы сөйлету керек. Жауаптарыңызға үлкен рахмет. Жалпы осы схемаға келетін болсақ, берілген мәліметтің соңында оны қиялдау арқылы, ойлау арқылы, сөйлеу арқылы берілген мәлімет бастапқы мәліметке өте ұқсас, өте жақын болып келеді, бірақ бірдей емес. Неліктен? Себебі әр адамның басында өзінің берілген бір информациясы, мәліметтері бар, сақталған, немесе өзінің жеке бастан өткен оқиғалары бар осы мәліметке байланысты, немесе білімі бар. Сондықтан да мына схеманы толығымен біз берген кезде міндетті түрде адамның басында дәл біз бергендей мәлімет қалмайды, бірақ соған ұқсас болып қалады. Сонда баланың басында мәліметті дұрыс қалыптастыру үшін, дұрыс білім беру үшін, оған қабылдау мен түйсікке, еске ойлауға ғана сену арқылы берудің маңыздылығы өте төмен. Оған біз эмоцияларды да қосуымыз керек, зейінін де аудартуымыз керек, қиялын қосуымыз керек, және де сөйлетуіміз керек. Сол кезде ғана бала қиялдаған кезде, сөйлеген кезде, эмоцияларды бастан кешкен кезде ғана баланың есінде берілген мәлімет қалады. Ал эмоцияларды біз міндетті түрде позитивті эмоцияларды қалыптастыруымыз керек. Қазір өте көп курстар, өте көп видеолар эмоционалды белсенділік, эмоционалды интеллект туралы болып жатыр. Және де эмоционалды интеллекті неліктен балада дамыту керек? Себебі эмоционалды интеллект арқылы бала біріншіден өзін эмоциясын өзін түсіне бастайды. Сонда біз эмоционалды интеллекті қалай дамытамыз? Қазір әртүрлі әдістер беріп жатыр, осылай деп. Негізінен эмоционалды интеллект адаммен қарым-қатынаста ғана дамиды. Сонда біз мен қазір өкініп тұрмын, мен қазір ашуланып тұрмын, мен қазір көңіл-күйім күшті, себебі сен маған жауап бердің, себебі сен маған қарадың, немесе сен осы мәліметті дұрыс қайталадың деген сайын баланың эмоционалды интеллекті қалыптасады. Неліктен? Себебі ол түсіне бастайды. Өкіну деген не, қуану деген не, қайғыру деген не, қалай адам оны көрсетеді және адам оны қалай жаңғыртады, соның барлығына көңіл аудару арқылы баланың эмоционалды интеллектісі дамиды. Ал бала мәліметті дұрыс қабылдау үшін, оның көңіл күйін біз дұрыс қалыптастыру үшін, оның эмоционалды интеллектісін дамытамыз. Сондықтан мына схеманы біз міндетті түрде басымызда ұстап, әртүрлі мәліметті біреумен қарым-қатынасқа түскен кезде, немесе балаға білім берген кезде де міндетті түрде бұны қолдануымыз керек. Келесі біз педагогикалық психологиялық зерттеу әдістеріне келетін болсақ, педагогикалық психологияның зерттеу әдістері олар көп емес, мен тек қана негізгі әдістерін алдым.
ең бірінші оқушылардың іс-әрекетінің өнімін зерттеу. Жалпы сіздердің оқушыларыңыз үйге берген тапсырмадан басқа қандай іс-әрекеттерді жасайды және де олардың қандай өнімі бар. Олар немен айналысады? Қандай бір ерекшеліктерімен таныстырады сіздерді? Бөлісіп кетесіздер ме? Үй жұмысын орындағаннан бөлек дейсіз бе? Иә, үй жұмысын орындағаннан бөлек. Мысалға сөйлеседі. Мысалы мен 11 жастағы қызым көбінесе сөйлесіп, сондай ойларын айтады да, ал кішкентай балам 3 жастағы ол көбінесе өзін андай көрсетіп, мысалы бір танымдық бөлек неден бөлек ол өзін көрсеткенді жақсы көреді да. Маған дәлелдеп жүрген сияқты қазір 3 жастандай бір өзінің авторитеті қалыптасатын сондай бір кезең ғой. Маған соны көрсетіп қалуға тырысып сөйтіп жүреді. Ал қызым өзінің ойын айтып, андай қосымша сондай сұрақтар қояды, ол көбінесе тіке сұрақтар қояды да. Жалпы баланың сабақ оқығаннан бөлек, ол мысалы оның сөйлескені не туралы айтады, қандай нәрсеге көңіл бөледі, не ол үшін маңызды деген сұрақтарға біз міндетті түрде көңіл аударуымыз керек. Неліктен? Себебі баланың жалпы айтқан сөздері, негіздемелері, оған не қызықты, соның барлығын біз қалай айтсам болады? Біз соған көңіл аударған сайын, біз міндетті түрде оның барлығын қарастырып өткен кезде, осының барлығын осыған көңіл аударған кезде баланың қандай екендігін, балаға не маңызды екендігін біз біле аламыз. Сонда бұның барлығын қалай айтсам болады қазір? Ойымды құрастырып өтейін. Бала осы оқудан тыс іс-әрекеттерінде өзінің тұлғасының ерекшеліктерін өте жақсы көрсете алады. Сонда баланы жалпы педагогикалық психологиялық әдістермен зерттеген кезде оның өнімі ол не туралы айтады, оған не қызықты, немен ойнайды, қандай қосымшаға барады, қандай достар бар, қандай мәліметтерді анықтайды, немесе қандай іс-әрекеттермен жұмыс жасайды деген соның барлығын зерттеген кезде баланың тұлғасын біз түсіне аламыз және де оның барлығына біз көңіл аудара аламыз. Сонда осы әдіс баланың тұлғасының ерекшеліктерін көрсетеді. Сіздің қызыңызды алатын болсақ, ол не туралы айтады, кім туралы айтады, қай уақытта айтады, мысалы оның белгілі бір белсенділік уақытысы бар шығар. Оның барлығына көңіл аударған кезде ол педагогикалық зерттеуге тап болады. Келесі ол әңгімелесу және сауалнама. Жалпы әңгімелесу мен сауалнаманың ерекшеліктері, сауалнама көбінесе ол жазбаша түрде болады, ол жерде жабық сұрақтарды қолданған дұрыс, жабық сұрақтарда иә немесе жоқ деген жауаптар болу керек. Және де олар оңайға түседі соны білуге. Ашық сұрақтарды зерттеуге немесе оларды талдауға кішкене қиындау түседі. Ал керісінше әңгімелесуде тура осындай сұрақтарды біз жазып шығамыз, бірақ сұрақтар негізінде әңгімені жүргіземіз, бірақ сол әңгіменің негізінде біз әр сұрақты кішкене жоғарырақ ашсақ болады. Сонда бұл әңгімелерді, сұрақтарды ашқан кезде
осыны біз көбірек ашығырақ түсіне бастаймыз. Сонда егер де мысалы сіз үлкен педагогикалық психологиялық зерттеу жүргізгіңіз келсе, онда сауалнаманы қолданасыз, ал сауалнаманың негізінде сол оқушылармен әңгімелесе аласыз. Әрдайым оқушылар өзінің проблемаларын, өзінің бір ерекшеліктерін, өзінің қажеттіліктерін айтқысы келіп отырады, бірақ олардан қорқады және де оларды кейде түсінбейді. Сондықтан да оларды дұрыс түсіну үшін, оларды дұрыс бағыттау үшін біз сауалнамамен әңгімелесуді қолдануымыз керек, және де сауалнамамен әңгімелесу негізінде біз үлкен зерттеу жүргізе аламыз. Келесі ол бақылау әдісі. Бақылау әдісі бұл психологияда жалпы ең үлкен, ең ескі әдіс болып есептеледі. Бақылау әдісі ол Зигмунд Фрейдпен өте көп жүргізілген, қолданған әдіс болып есептеледі. Бақылау әдісін Зигмунд Фрейд екіге бөлген. Ол сырттай бақылау және іштей бақылау. Сырттай бақылау ол басқа адамдардың іс-әрекетін бақылау болып табылады, ал іштей бақылау ол адам өз-өзін бақылаған кезде. Ең біріншісінде бізге қажеттісі ол міндетті түрде ол сырттай бақылау. Сырттай бақылау біз балалардың мысалы қарым-қатынасын, кіммен қарым-қатынасқа түсетіні, кім оларға маңызды және неліктен ол маңызды екендігіне көз жеткізу, оның барлығын біз көре аламыз. Ал сонымен қатар біз бақылауды мысалы балалар білмей тұрған кезде оны іске асыра аламыз. Және сонымен қатар балалар білген кезде. Мысалы балалармен әңгімелесу негізінде қандай сұрақта балалар жабылып қалды, қандай сұрақ балаға қиынға түсті, оған мысалы жауап беру, қандай сұрақ негізінде бала өте қатты ашылды, қандай сұрақ оған қызық болды, немесе қандай жауапта бала өзін көрсете алды деген жай ғана бақылап отырған кезде бала туралы көптеген мәлімет ала аламыз. Сонымен қатар мысалы бақылауды дұрыс қолдану үшін менің ұсынатыным ол арт-терапиялық әдістер. Арт-терапиялық әдістер өте қолайлы болып табылады. Неліктен? Себебі балалар сурет салған кезде ересектерге де келетін болсақ, олар да тура осындай, бірінші олар айтады, неге біз сурет салуымыз керек, ол маңызды нәрсе емес, одан біз мәлімет ала алмаймыз деп бастайды, бірақ суретін салып береді. Салған кезде біз олар туралы көп мәлімет аламыз. Неліктен? Себебі олар проекция арқылы суретте өзінің өмірін айтып береді. Ең негізгі суреттер бала үшін, жалпы адам үшін көп мәлімет беретін, ол біздің ең негізгі әдістеріміз, ол дүниеде жоқ жануардың суреті, ол кактустың суреті және үй, жануар, адам. Үй, ағаш, адам. Жануар деп қой. Үй, ағаш, адам әдістемесі, ДДЧ, дом, дерево, человек. Осы үш әдістемені қолданған кезде бала қалай сурет салды, неліктен сурет салды, қандай түстерді қолданды, қандай түсіндірме берді осы суретке. Суреттерге міндетті түрде түсіндірме беріп отыру керек. Ол мысалы, ол мына суретте кім бейнеленген, қайда өмір сүреді, оның жанында кім бар, қай жерде өмір сүреді, не қызықты оған деген сұрақтарға бала жауап берген кезде бала бейсаналық түрде өзі туралы көптеген мәліметтерді айтып береді. Сонда осыларды жай ғана бақылау арқылы, оларға көңіл аудару арқылы біз бала туралы өте көп мәлімет біле аламыз. Келесі зерттеу әдісі ол эксперимент. Экспериментті біз екі түрге бөлеміз. Ол бірінші табиғи эксперимент, екінші ол лабораториялық эксперимент. Табиғи эксперимент ол эксперимент бізде адамдар өзінің ортасында жүрген кезде оларға бір іс-әрекет жасау арқылы немесе оларға бір олардың нәтижелерге қалай жетуін бақылап отыру арқылы біз мысалы оны жүргізе аламыз. Ал келесі эксперимент ол бізде лабораториялық эксперимент. Лабораториялық эксперимент ол міндетті түрде лабораторияда болатын эксперимент емес, сонымен қатар ол эксперимент, егер сол эксперимент жүргізіліп жатқанын адамдар білген кезде ол лабораториялық эксперимент болып есептеледі. Ең өте айқын қазіргі мысалы психологияда өте қазір теріс эмоцияларға тап болып жатқан, қайтадан 40 жыл бұрын жасалған эксперимент, бірақ қайтадан оны талқылап жатыр. Ол
Стэнфордтық эксперимент болып саналады. Оны интернеттен көрсеңіздер болады. Ол туралы бейне баян да түсірілген. Стэнфордтық эксперимент туралы өте қызықты эксперимент. Сонымен қатар, мысалы, эксперимент негізінде бір мектепте ондай бір эксперимент жасаған. Мүлдем тыңдамайтын, сабақтан қашып жүрген баланы алады да мектеп президенті етіп тағайындайды. Сол Стэнфордтық эксперименттің негізінде жасалған эксперимент, себебі адамға белгілі бір роль берген кезде, әлеуметтік роль берген кезде, адам осы рольге сәйкес өзін көрсеткісі келеді. Ол Стэнфордтық экспериментпен дәлелденген. Сонда мына балаға мектепте балаға президент роль берген кезде, сен енді осы мектепке жауап бересің, осындай іс-әрекеттерді іске асыруың керек, осындай жағдайларды қалыптастыруың керек, осындай әлеуметтік іс-шараларды жүргізуің керек деген кезде, оның белгілі бір іс-әрекеті қалыптасады. Сонымен қатар, осы қалыптасқан кезде ол тек қана қалыптасып қоймай, ол бала өзгере бастайды. Себебі оның әлеуметтік рөлі өзгерді. Әлеуметтік рөл өзгерген кезде баланың іс-әрекеттері де өзгере бастайды. Сонда балаға біз белгілі бір әлеуметтік рөл тағайындасақ та болады. Оның барлығы да педагогикалық психологиямен өте тығыз байланысты. Келесі ол тестілеу. Тестілеу ол өте маңызды нәрсе. Сонымен қатар біз тестілеуге келетін болсақ, тестілеуге өте қатты көңіл бөлу керек. Себебі тестілер тілге сай болу керек, жағдайға сай болу керек, және ортаға сай болу керек. Бізде көптеген тестілер, олар апробациядан 80-90 жылдар өткен. Қазіргі жағдайға олар сай емес. Сонымен қатар, егер де біз жай ғана, мысалы, ақш-тан, немесе Ресейден, немесе басқа Европа елдерінен тесттерді алып, жай ғана аударып, оны біздің балаларға жүргізсек, олар актуалдылығын жоғалтып алады. Сондықтан да тестілерді таңдаған кезде, тестілермен жұмыс жасаған кезде, міндетті түрде де олардың апробациясына көңіл аудару керек. Соңғы ұсынылып жатқан әдіс, ол ұжымдық қарым-қатынастарды зерттеудің социометриялық әдістемесі. Жалпы социометриялық әдістеме бұл бізге психологиялық, педагогикалық психологияға, социологиядан келген әдіс. Бұл әдіс арқылы біз адам қандай уақытта, кіммен, қандай жағдайда, қандай іс-әрекеттерді іс жүзіне асырады, қандай іс-әрекеттер оған әсер етеді, қандай өзгерістерге ие болатындығын көз жеткізе аламыз. Және де бұл социометриялық әдіс өте маңызды болып есептеледі. Сіздер де бұны қолдансаңыздар болады. Келесі педагогикалық психологияның қарастыратын негіздемесі ол білім беру ортасы. Жалпы баланың білім беру ортасы неден қалыптасады, және де ол неге байланысты. Ең алғашқысында баланың білім ортасы ол әлеуметтік әсерден қалыптасады. Әлеуметтік әсерге не кіреді? Әлеуметтік әсерге ол әлеуметтік қарым-қатынастар кіреді, және де әлеуметтік образдар кіреді. Ең бірінші әлеуметтік қарым-қатынастар. Бала міндетті түрде, жалпы адам болып қалыптасқанына себепші ол әлеуметтік орта. Әлеуметтік ортасыз біз адам бола алмаймыз. Жалпы Маугли туралы әңгімелер, немесе бір оқиғалар, оның барлығы жалған. Себебі әлеуметтік ортадан тыс туылып, тыс өскен адам, ол адам бола алмайды. Оған жауап беретін, оған негіздеме болатын, ол әртүрлі эксперименттер емес, жағдайлар. Мысалы, 90-шы жылдары Ресейде өзінің баласын итке тастаған ата-аналар табылған. Ол ата-аналар мүлдем баласына көңіл аударған. Ол бала 5 жыл итпен өскен қыз бала, 5 жасында оны әлеуметтік қоғамдық бір қор тауып алады. Сол қызды көршілердің айтқанына қарай, сонда ол қызды дәріханаға алып келеді. Онымен бірге жұмыс жасаған кезде психологтар жұмыс жасайды. Ол қыз мүлдем көнбейді. Иттер құсап төсектің астына тығылып қалады, үреді. Сол қыз қайтыс болады сол ауруханада. Неліктен? Себебі оған орта жетпейді. Ол адамдарды өзіне негативті орта ретінде қабылдайды. Ол себебі ол әлеуметтік ортасыз
ортадан тыс өскен бала болғандықтан. Сондықтан да ең алғашқы баланың тұлғасын қалыптастыратын, баланың тұлғасына әсер ететін, жалпы білім ортасын қалыптастыратын ол тұлғалық қарым-қатынастар. Сонда тұлғалық қарым-қатынастардың ол жай ғана балаға біз қалай әсер етеміз дегенге емес, сонымен қатар біз басқалармен қандай қарым-қатынасқа түсеміз, сол қарым-қатынаста біз өзімізді қалай көрсетеміз, ол қарым-қатынастың маңыздылығын біз қалай айқындаймыз, соның барлық көрсеткіштері баланы қалай айтсам болады, баланы дамытады, баланың негіздемесін құрастырады. Келесі ол әлеуметтік образ. Әлеуметтік образ деген бала әрдайым мен біреуге ұқсағым келеді. Анама, әкеме, немесе мұғаліме. Көбінесе мысалы балалар мектепке келетін болған кезде балаға ең маңыздысы олардың ата-аналары болып есептеледі. Немесе мұғалімдері. Сонда мұғалімнің образы, ол қалай кіммен қарым-қатынасқа түседі, ол өзін қалай көрсетеді, ол не киеді, ол қалай мысалы көшеде сөйлеседі, оның барлығын балаға әлеуметтік әсер береді. Және сол әлеуметтік әсер арқылы баланың білім беру ортасын қалыптастырады. Сонда бала жақсы білімді меңгеру үшін оның ортасын қалыптастыру керек. Ортасын қалыптастыратын ол мұғалімдердің ең басты рөлі, ең басты негіздемесі. Себебі мұғалімдердің қалай қарым-қатынас, бір-бірімен қарым-қатынасқа қалай түсетіні, сыртта қалай қарым-қатынасқа түсетіні, бір-бірімен қалай қарым-қатынасқа түсетіні, оқушылармен қалай қарым-қатынасқа түсетіні барлығы ол баланың әлеуметтік ортасын қалыптастырады. Келесі ол соматикалық әсер. Соматикалық әсер туралы біз көбінесе ұмытып кетеміз. Балаға өте маңызды соматикалық түрде әсерлесу. Ол не? Ол бала міндетті түрде қалай айтсам болады, кинестетикалық әсер алу керек. Біреудің қолын ұстаған кезде, немесе құшақтасқан кезде, мысалы бастауыш мектеп балаларында ондай барьерлер болмайды, ондай бір олар мұғалімнің артынан құшақтайды, мұғалімнің қолынан ұстайды, немесе көйлегінен ұстайды. Оны кейде мен байқаймын, мұғалімдер асығып тұрады, немесе уақыттары болмайды, балаларды итеріп тастайды. Сонда итерген кезде баланың білім ортасы кішкене кедергіге ие болады. Сонда оны жай ғана итеріп емес, сонымен қатар мысалы оған айту керек, мен қазір уақытым жоқ, кейін құшақтасамыз, неге кейін қолынан ұстаймын деп түсіндіру керек. Баланың сондай міндетті түрде оны соматикалық әсерлесу болу керек. Ал орта деңгейдегі балалар мен жоғарғы деңгейдегі балаларға келетін болсақ, мектептегі, бұл жерде міндетті түрде рұқсат сұрау керек. Мен сені қолынан ұстасам бола ма, немесе мен сені аяғым келеді, мен сені құшақтасам бола ма деп сұрақ қою арқылы біз баланың өзіндік жеке шекараларын бөлмейміз. Неліктен? Себебі орта жасында және жоғарғы жасында, мектеп жасында айтып отырмын, бұл жерде баланың жеке шекарасы қалыптасады. Жеке шекарасын бұзбау үшін баладан рұқсат сұрау керек. Ал сіз рұқсат сұраған кезде бала өзінің менің шекарам осы деп түсіне бастайды, және де осы шекараларын қорғауға және шекараларын дұрыс қоюға әсер жасайды, мүмкіндік алады өзінің сондай сұрақтар арқылы. Келесі ол мәлімет. Мәлімет біздің қазіргі өмірімізде өте маңызды нәрсе. Себебі бізде мәліметтер өте тез ауысады. Мысалы 10-20 жыл бұрын бір маңызды мәлімет егерде бір жыл талқыланса, қазіргі уақытта ғалымдардың айтуы бойынша ол 3-ақ күн талқыланады. Өздеріңіз елестетіп көріңіз. Сонда мәліметтің маңыздылығы бұл бізде 3-ақ күн. Мәлімет үнемі ауысып отырады, мәлімет үнемі өзгеріп отырады. Сонда мұғалімдер, психологтар, олар міндетті түрде оқудан өту керек, міндетті түрде осы мәліметтерге көңіл аудару керек. Әлеуметтік ортада не болып жатыр, қандай өзгерістер білім ортасында болып жатыр, және білімдер қалай жаңартып жатыр. Мысалы, бұна менің сіздерге ұсынылып жатқан презентацияның барлығын суреттерін байқайтын болсаңыздар, бұл суреттер жай ғана интернеттен алынған суреттер емес. Бұны ИИ жасаған. ИИ-ді қолданған кезде, мысалы, бұл өте қызықты. Қазір біз тек қана мәліметтерді ала отырып емес, мысалы, маған осындай сурет деп жазып берсек, ол өзі суретін салып береді. Сонда осы суреттер барлығы ИИ-мен жасалған. Осы мәліметтерді мысалы қолдану балаларды
қалай иіге үйрету, балалар жай ғана көшіріп қана қоймай, оны қалай қолдануға болады, онымен қалай жұмыс жасауға болады, психологиялық түрде, физиологиялық түрде оны қалай қолданса болады, мәліметтерді қалай білім алу негізінде қолданса болады, соның барлығын біз еске ала отырып, оны қолдана отырып балаларға білім берсек, ол да баланың білім ортасын қалыптастырады. Ең соңғысы ол заттылық. Заттылық дегеніміз ол бала кез келген мәліметті немесе берілген оның білімін ұстап көру керек, оны манипуляция жасау керек. Мысалы, біз тарихтан немесе қазақ тілінен, орыс тілінен біз ешқандай заттарды баланың қолына ұстата алмаймыз. Сонда бұл жерде психология мындай бір жауап береді. Міндетті түрде балаға сабақ түсіндірген кезде, немесе оған айтқан кезде, оған тақта қолдану керек. Презентациялар, мысалы, менің ең жек көретін нәрсем ол презентация. Неліктен? Себебі біз тек қана визуалды образын бере саламыз, болды. Бала не болып жатқанын, қалай болып жатқанын түсінбейді. Біз мынандай университетте эксперимент жүргіздік. Магистранттармен, бір топ магистранттарға математикадан, жоғарғы математикадан, бір топ магистранттарға біз есептің жай ғана суретін бердік, және мұғалім түсіндіріп берді, қалай бұл есеп шығарылған, неден қалай шыққанын, қандай нәтижені қалай біз алғанын түсіндіріп бердік. Екінші топ балаға біз осы есепті мұғалім өзі жазып, өзі шығарып, айтып отырып шығарып берді. Осыдан кейін біз тест жүргіздік. Сонда суретін жай ғана көріп, мұғалімнің түсіндірмесіне ие болған топ, бұлар 35%-ға тестті нашар жазып берді. Басында деңгейлері бірдей топ. Ал екінші топ ол 35%-ға жақсы жауап берді. Сонда 35% ол көп емес, бірақ 35% ол бірнеше бала. Біздің негізімізде ол 4 бала болып есептеледі, 35%-ға сонда жазып берген. Ол 4 бала, мысалы, егерде 10 адамның ішінен 4 баланы алатын болсақ, ол өте үлкен көрсеткіш. Сондықтан да біз, мысалы, осындай жай ғана презентациялар арқылы емес, сонымен біздің ескі қолданып жатқан жазу арқылы, түсіндіру арқылы, бірінен бірі қалай шығатын көрсету арқылы осындай іс-әрекеттерді қолдана отырып оқудың заттылығын қолдансақ болады. Ал үйде, мысалы, өздеріңіздің балдарыңызбен мынау осылай жазылады, бірге істейік, бірге жасайық, маған көмектесші, мынаны ұстай тұршы деген кезде баланың мәліметін алып отырған, түйсініп отырған мәліметтің заттылығына әсер келеді, оны түсінеді және оны қолдана алады. Келесі ол психологиялық қауіпсіздік, жалпы баланың психиканың қауіпсіздігіне көңіл жеткізуіміз керек. Неліктен? Себебі балаға ең маңызды ол психологиялық қауіпсіздік. Қауіпсіз ортада ғана бала дами алады. Психологиялық қауіпсіздік дегеніміз не? Ол ең бірінші психиканың сақталу жағдайы. Бала қорықпау керек, бала өзінің ойын айқын білдіре отыру керек, және де өзін жақсы көрсету керек. Екінші ол жеке тұлғалық тұтастылық. Баланың, мысалы, сіздерді қабылдаған кезде, немесе өзінің іс-әрекеттерін қолданған кезде, ол екі түрлі түсінбеу керек. Мысалы, оймен сіздің сөздеріңізбен іс-әрекеттеріңіз екі түрлі болса, онда бала қалай оны қолданатын, қалай оны түсінетін, қалай онымен іс-әрекетке түсетінін түсінбей отырады. Сонда егерде сіз осылай жасаған дұрыс деп айта салмай, соны жасап отырсаңыздар, онда ол да психологиялық қауіпсіздік ортасын түзеді. Соны балаға да үйрету керек. Келесі ол қоршаған ортамен әрекеттесу, міндетті түрде қоршаған ортамен жұмыс жасау. Бала қоршаған орта маған маңызды, қоршаған ортаға мен сене аламын, қоршаған ортамен мен жұмыс жасай аламын деген ойға келу керек. Және де міндетті түрде балаға ол кімге барып өзінің проблемаларын айта алады, ол кіммен әрекеттесе алады, ол неліктен әрекеттесе алатынын әрдайым түсіндіріп отыру керек, және де оны ашып айтуы қажет. Егер де бала оны ұмытып қалған кезде, біз оның мәліметтерін айтып отыруымыз керек, қайда бара алатынын, және өзіміздің көңіл күйімізді де ашық түрде ұстап, балаға ұсынуымыз қажет. Келесі ол қоршаған ортаның және жеке адамның қауіпсіздігінің алдын алу және жою, қауіптерінің алдын алу және оны жою әдістері. Мысалы, кейде балалар қиын жағдайларға түседі, бірақ осы қиын жағдайларда бала, мысалы,
кейбір нәрселерді түсінбей қалады, кімге жүгінуге немесе үлкендерге сенбей қалады. Сондай жағдайларға тап болмау үшін балаға міндетті түрде айтып отыру керек. Оның жеке шекараларын да айтып отыру керек. Сондай баланың жеке шекаралары, олардың негіздемелері, оның барлығына бала көңіл аудару керек, оны көре алу керек және оны түсіне алу керек. Сонда балаға міндетті түрде оны айтып отыру керек. Келесі ол қауіпсіздіктің негіздемесі, ол зорлық, зомбылық көріністерден бос болу керек. Мысалы, басқару психологиясының Жапон еліндегі басқару психологиясының негіздемесі, адам дұрыс жұмыс жасау керек, жасау үшін, адам дұрыс даму үшін оның ортасы тек қана қолайлы емес, сонымен қатар өте әдемі болу керек. Сонда әдемілік ол сұлулықтың негізі болып есептеле отырып, бала немесе үлкен адам, ересек адам неғұрлым оның ортасы дамыған, таза, сұлу, сондай бір ерекшеленетін орта болса, соғұрлым адам өзін қауіпсіздік жағдайда және өзін даму негізінде бағытталған жағдайда сезіне алады және дами алады. Осының барлығын ол іске асырылады. Сонда егер де мысалы бала мектепке келген кезде оның сыныбы лас немесе бір жағымсыз иістер болса, онда ол жерде де даму жағдайы жүзеге аспайды. Сонда жай ғана осындай бір жай ерекшеліктерді қолдана отырып, жай ерекшеліктерді баланың ортасын жасай отырып, оның біз қауіпсіздігіне де көңіл аударамыз және де оның қауіпсіздігін қалыптастырамыз. Сонда бұның барлығын қарастыратын педагогикалық психология. Осымен біз аяқтаймыз. Бізде 2 минут уақыт бар. Егер де маған қоям деген сұрақтарыңыз бар болса, мен сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақ жоқ. Енді мәліметті біз бір-ақ сағаттық лекция болғандықтан мәліметті өте тығыз, өте тез беруге тырыстым. Егер де сұрақтарыңыз болса, мүмкін сіздер жаза отырасыздар кейінірек, егер де түсінбейтін нәрселеріңіз болса. Бүгінгі лекцияны аяқтай аламыз. Барлықтарыңызға рахмет, қатысқандарыңызға әлде алда көрісерміз. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, Әсел ханым. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет.